Лисаков орталық кітапханасы кітап өзге өлшем порталында атты ақпараттық сағатын ұсынады. Онда белгілі жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовтың «Қан мен тер» трилогиясы жайлы қысқаша айтатын боламын. Әбдіжәміл Нұрпейісов Қазақстанның халық жазушысы, қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан суреткерлердің бірі, қоғам қайраткері. Әбдіжәміл Нұрпейісовтың «Қан мен тер» трилогиясы 3 кітаптан тұрады. Бірінші кітап «Ымырт» деген атпен 1961 жылы жарық көрсе, екінші кітабы «Сергелдең» 1964 жылы, ал үшінші кітабы «Күйреу» деген атпен 1970 жылы жарық көрді. Бұл ел, халық, оның әлеуметтік тағдыры туралы, әлеуметтік психологиялық типті шығарма. Трилогияда Арал, Шалқар, Ақтөбе аудандарындағы революциялық дәуірдің өмір құбылыстары суреттелген. «Қан мен тер» әлеуметтік тартысқа түскен образдар галереясы, 3 кітаптың негізгі сюжеттік арқауы кетті тартыс. «Ымырт» кітабында еламан ел ішіндегі араздықтан бас көтере алмай, тепреш тоқпаққа көндікпеген, қараңғыда тау қармаған әлсіз, шарасыз жан ретінде көрсетіледі. Ал «Сергелдең» кітабында еламанға дүрбелең заманның қыры мен сырын түгел түсіндіреді. «Күйреу» кітабы балықшылар тіршілігімен мүлдем шалғай өмірдегі тек пен тартысқа толы, екі дүниенің өлшеулі тауқыметі суреттеледі. «Қан мен терде» 20 ғасырдың алғашқы 20 жылы, революциялық дәуірдің дүмпуі, сілкінеде бұлқына бастаған Арал өңірі, революция рухымен ояна бастаған, таптық күреске аттана бастаған қазақ халқының бейнесі шынайы суреттеледі. Қандай қаніпезері сұлым еді. Соны жаңа білдің бе? Жоқ. Қияметті құда боламыз деп, әкесіне берген сөзім бар. Кетеміз бұл ауылдан. Жинал. Амандық болса, анау қабаққа қоныс істеу үй салам. Мұнда пейіштің төрі дайын тұр деймісің бе? Қайда барсақ та көретініміз азап. Бүгін балыққа шықпасаңдар бәріңді жұмыстан қуат. Молдағыздыққа бүгін түпте тұрайық. Шықпай көріңдер, өлім қайдамақпысың. Құралдар салма. Құралдарды сұрағанша балықшыларың қайда деп, неге сұрамайсың? Не істедің сен? Елеманды итжеккен қайдатқаннан бері жұрт шымдай болған жоқ па? Өлгеннің артынан өлмеу жоқ. Тір адам тіршілігін істейді, шырағым. Елеманға бәлендеп кінарта алмай, бірақ оны сүйген емес. Ана шал тірі тұрғанда Еламанның отын өшірінбейді. Иттің қылсы құрсын, жүзі қара. Әне Еламанды қара. Ел бүлдірген бұзық бұл, елеген заңы жоқ. Қолыңнан келсе, осы жол істеріңді істеп бақ. Қолынан келсе шауып алсын, шауып алсын. Шауып атысқан адамның қызымен отасып, енді опа таппасын. Көп жортқан түлкі терісінен айырылар деген. «Қан мен тер» романның кейіпкерлеріне арнап ескерткіш белгі орнатылды. Оның ұзындығы 5,65 метр, ені 3 метр, биіктігі 1,62 метр. 44 қызғылт гранитпен қапталған 2 сатылы крест пішіндерге тасқа орналасқан. Трилогияда бел арқан шоқы тасы символының үстінде жақсы өмір мен бостандыққа ұмтылған еламан мен қален, сенімсіз сұлу Ақбала, оның әкесі Сүйеу қарт, олардың артында жалқау Судырахмет пен өсекшіл Қарағатын және басын тік ұстап, етін ерткен Тәңірберген бейнеленген. Құрметті оқырмандар, біздің Лисаков орталық кітапханалар жүйесінің кітапханаларына келіп, осы бір тамаша туынды «Қан мен тер» трилогиясын алып оқуларыңызға болады. Біздің кітапхана есігі сіздер үшін қашанда ашық. Келіңіздер, кітап оқып, рухани жан дүниеңізді байытыңыздар.